Қыздар, бүгін сіздермен бөлісетін пайдалы ақпарат, яғни жаңа босанған аналарға қатысты. Бізде соңына дейін тыңдасаңыз, қозғалатын жаңа босанған әйел кісі қанша уақыттан кейін массаж алуға болады, яғни денесіне, ішіне қанша уақыттан кейін массаж алуға болады, және кесір тілігінен кейін қай уақытта массаж алуға болады, қазіргі трендтегі шілде тер шығару процедурасын қай уақытта алуға болады жөнінде бөліскім келеді. Бірінші, жаңадан босанған әйел, егер өзіңіз босанған жағдайда 20 күн ішінде 2 аптадан кейін сіз ала берсеңіз болады. Ал кесір тілігі болса 1 айдан кейін алсаңыз болады. 1 айдан кейін алсаңыз болады. Бірақ қыздар, медицина бойынша ішке массаж жасауға болмайды. Яғни медициналық көзқараспен жаңа босанған әйелдің іші өзі 3 айда. Егер өзі босанғанда 3 айда іші восстановление болады. Оған тек қана сіз өзіңіз поглаживаниемен массаж жасауға болады. Яғни крем, жаңағы растяжкаға маздар жағып, біздің белбауымызды тағып, ішіңізді күтсеңіз болады. Ал кесір тілігінен кейін 6 айдан кейін ғана активный массаж жасауға болады. Сол үшін шілде тер шығаруға барғанда іштеріңізге тиіспеген абзал. Босана салып, ішпен жататын ханымдар, ханшайымдарға тренд түсіретін айтарым, босанғаннан кейін 3 күнге дейін ішпен жатуға болмайды. Потому что сіз ішпен жатқан кезде изгиб матки пайда болуы мүмкін. Медициналық көзқараспен, медициналық тілмен айтқанда сондай нәрсе болады. Сол үшін сіздерге менің медициналық білімім бар маман ретінде беретін кеңесім. Көбісі маған жазады, ішке массаж жасамайсыз ба, шілде тер керек еді деп. Шілде тер шығарғанда ішке массаж жасауға болмайды. Яғни өзіңіз жасасаңыз болады. Белді қатты бууға болмайды. Белді буғанда да сіз мықын сүйек бар ғой, жамбас сүйек бар ғой, сол жамбас сүйекпен бастап буу керек. Қабырғаның астын прям ішті бүйтіп орап тастаудың қажеті жоқ. Сіздің жамбасыңыз орнына түссе, ол ішіңіздің бұлшық еттер қалпына келеді деген сөз. Тағы да осындай пайдалы ақпараттар керек болса, менің TikTok, Instagram, не болмаса YouTube каналыма жазылып, отметка қойып қойсаңыздар, мен аптасына 2-3 жаңа видео салғанда сіздерге шығып тұрады.